жас ұрпақты жан-жақты дамыған, ой-өрісі биік, тұлғасы сымбатты азамат етіп өсіру үшін тәрбие жүйесіндегі дене тәрбиесінің алар орны орасан зор. Ал оны неғұрлым ерте кезінен бастап дұрыс жолға қойып жүргізсе, соғұрлым нәтижесі жемісті болатыны анық. Мүсін тұлғасы дұрыс қалыптасқан, жігерлі де қайратты болып өсуіне, көпшілік дағдыларын бойына терең сіңіруіне көңіл бөлінсе, дұрыс негіз қаланады. Сау жан сау денеде ғана болады деген. Сондықтан да бүлдіршіндер ағзасының қызметін жетілдіру, денсаулығын жақсарту, ширақ, жігерлі, икемді, сымбатты етіп өсіру, осының барлығын ғылыми негізде тәрбиенің басқа түрлерімен ұштастыра жүргізу балабақшаның негізгі мақсаты мен алға қойған үлкен міндеттерінің бірі.